видеоға түсіреміз, әлеуметтік желіге жариялаймыз, кімнен кім жетті. Болды. Біз үйтіп, одан справка сұрап, оған алмен кел, алтпен кел, өзі шаршап жүрген. Ертең үйдің ақшасын берер деді, олардың жанын шығарып береді. Соның өзі жетіп жатыр оларға. Енді бұл ештеңе жоқ. Біреу менің қалтамнан шыққан ақшаға кімнің қандай шаруасы бар? Мен соны жеткізіп берем, болды. Ол үшін мен одан справка сұрамай, ардына бердім ол кісінің. Джиппен келді ма, Land Cruiserмен келді ма? Қазір Жылойдың халқының бәрі бірдей болып қалды, Байкедей жоқ, бәрі судың ортасында. Бірдейміз. Сондықтан береміз, ар жақ арна. Ал біреулер үйім суға кетті, бірақ шүкірмін ғой. Керек емес, анау алсын деп жатса, оған да шүкір, жоқ мен алам деп жатса, оған да ешкіммен келіспейміз, ешкімге айтпаймыз. Таратып, маған жинап, маған штаб жасап беріңдер. Сәке халықты өзім шақырамын да өзім беремін. Бәрін қарап тұрасыздар. Бір халық маған сөйлемейді де, алады уақытымен келіп шелетімен. Болды. Сондықтан ертең анаяқтан 40 адам келеді бізге. Қазір үйі әлі суда тұрғасы. Келгенде олар не жейді? Оларға не береміз? Вот солай расшифровка жасап, бір жүйеге қойып беріп, сосын осы жерде біреуіміз арғата соны жақсы жүргізіп, бір-бірімізбен жаманатты болмай, бір-біріміз бұл бәріміздің де бір адам көріп отыр. Болды. Ол Алла. Не істесек те. Енді біз халықтың главный халықпен сөйлесу, келген адаммен сөйлесуді мен өзім мойныма алам. Түсінеді, мені енді Жылойдың бір бай қуаттылар танымас, бірақ Жылойдың жетімі, жесірі, мүгедегі көп бала анасы мені беске таниды. Оған мен кәміл сенемін, себебі көрдік, бірге жұмыс жасадық. Сондықтан олар мені қолдайды және маған сенеді деп ойлаймын. Сосын кеше осы облыста отырдықта, осы кілең біз Nerede saldıklar ve tamatta. Ver üzükler. Жаңа елу солдаттар ішті ғой да тамақ. Ішті. Болды елу. Иә, МЧС-ке атыр енді елу солдатқа беріп болды, МЧС-терге. Боссын түсірген. Түсіріп жатыр жан жақтан тамақты. Бұл жұмысшыларға беріп жатырмыз капасын. Мал әкеліп қойдық, тағы суайын отырып берсе. Арғы бетінде де шығып жатыр. Топырақ түккізіп жатыр. Манас, тамақ үлестір. Су шығып жатыр. Топырақ түсіп жатыр. Үйіні түкізіп. Үйіміздің арамыздан су шығып жатыр. Мәне, біздің үйдің қасынан шығып жатыр су. 5 микрорайон. Соған бүкіл солдаттардың нелерді алып келді. Сол жақта жүрмін. Бұл жерде бүгіттен астынан тесіп шығып жатыр да. Ой, бай қасқа басымыздан елді. Біздің де үйіміз бар, менің де әке шешем бар, менің де бесіктегі балам бар, емшектегі. Бірақ келіншегіммен 4 күн болды осында жүргенімізге. Бізге де отбасы керек, бірақ біз Аллахтың қалауымен осы халықтың жағдайын, Боранқұлдың халқына Аллахсымыз шексіз екенін білдірейік деп. Себебі кешеде резонанс туып жатыр. Құлсары мен Боранқұлдың халқының арасында әңгіме болып жатыр. Құлсары қаласы нагрет етіп кеткен халықтар. Сөз ішінде керек ол. Не құлсарымды болсам да өзім таң қалдым, ондайды көрген жоқ. Мана әбетте тағы да қырылып қалдық, айқайласып құлсарыңыз. Мені қойыңдар деп жатырмын. Сіздер дейді шаңыраққа қараңыздар бірінші. Құрметтеді ма, асын берді ма, не ас берсе де жеңдер. Қара шай мен қара нан берсе де күліп берсе, оның өзі бізге ас. Солай емес пе жігіттер? Сондықтан да айтамын жігіттер, баршаңыз Алла разы болсын. Ұрпақ күн көріңіздер. Бастарыңызға келмей қойсын. Әмин. Иншалла Боранқұл жайнай берсін. Мың алғыс. Бастар сізген резонанс мынады әңгіме болады, ол іште етпейді. Бұл мынандай қиындық болып жатқан кезде бәрі болады онда иншалла. Ит көш жүреді. Әрине.
сәуір 2024 жыл. Новостройка көшесі. Новостройка ауылы. Иә, самына дейін деп. Міне үй жақтарымыз болсын. Күріш подъезге кіріп кеткен өзі. Үйдің жағдайлары осы. Басқа не айтамын. Алло, тыңдап тұрмыз? Алло, Алло, саламатсыздар ма? саламатсыздар. Сұрағыңыз? Мен мына Қызылорда облысынан телефон соғып отырмын. Сұрағыңыз? Мына бізді су алып кетті, білесіздер. Сол 4 бала шағамен шатырдың үстінде отырмын қазір. Мына сол Еремет ағам қандай көмек береді бізге? Ағам, мынау енді Қызылордалық бауырларымыз судың ортасында қалды. Қандай көмегіңіз бар? Маған айтамын. Мен не істеймін? Енді ақыл кеңесіңізді айтарсыз мүмкін. Не ғой? Көмек болғанда күйеуім байын. Күйеуім бейшара бізді құтқарам деп жүріп суға алқып кетті. Бейшара жүзе алмайды екен ғой. Енді дарияның жағасында тұрып жүзіп үйренбеймін мен. Мен не қылайын саған барайын бенді қазір? Жоқ, аға, енді бір көмек берсеңізші енді. Не ғой, көмек болғанда сен бүйтсей? Қайық сатмаса қайық. Анадай моторы бар қайықтар болады, сонымен жағаға тез жетесің ғой. Соны сатып ал. Ойбай, аға, сіз мені мазақ қылып отырсыз ба? Мен сізге 4 бала шағамен шатырдың үстінде отырмын деймін, ашпыз. Аш болсам балық аулап жер, не қылдың? Ет асырып